Қазіргі оқушылар дәстүрлі оқу форматын ұната бермейді. Оларды сабаққа қызықтыру үшін мұғалім түрлі медиа құралды пайдалана алады. Бүгін сабақта қолдануға ыңғайлы 5 медиа құрал туралы айтамыз. Дарын онлайн – бонус төлеу арқылы оқушыны білім алуға ынталандыратын онлайн платформа. Мұнда оқушыға тапсырма орындағаны үшін ұпай беріледі. Дарын бонусын платформада төлем жасауға, тестте көмек алуға жұмсауға болады. Білімленд – білім беру платформасы. Мұнда мектеп бағдарламасы бойынша жасалған 40 мыңнан астам интерактив сабақ бар. Kahoot платформасында түрлі тақырып бойынша ойын түрлері бар. Ойын арқылы оқушының білімі мен дағдысын тексеруге болады. Интерактив ойын оқушыға тез ойланып, жылдам шешім қабылдауды үйретеді. Ашық білім онлайн платформасында Ресейде оқытылатын базалық пәндер бойынша онлайн курстар бар. Оны мұғалімдер де, оқушылар да тегін және формальды талаптарсыз оқи алады. Сөйле KZ онлайн платформасында 176.251 адам қазақ тілін үйренген. Сөздік картасы, аудио және видео сабақтар оқушыға тілді қызық әрі тез үйренуге көмектеседі. Қымбатты мұғалім, білім беруде кез келген әдіс тиімді. Жаңа технологияларды пайдалану білім беру процесін жеңілдетеді. Осы видеода айтылған медиа құралдар арқылы сабағыңызды қызық етуге болады. Қолданып, оқушыларға ұсынып көріңіз.